Бәріңізге сәлем, менің атым Айгүл, мен виртуалды жүргізушімін. Мені Аслан, Рабия және Балнұр жасады. Олар журналистиканың болашағы жайлы диплом жобасын жазып жатыр. Мен де журналист болғым келеді. Қазір сіздерге жаңалық мәтінін оқып берсем деймін. Қазақстанда Сири мен Алисаның баламасы Айсаны виртуалды роботы жасалады. Ғылым және жоғары білім министрлігі қазақ тілінде сөйлеп автоматты түрде жауап беретін осындай робот әзірлемек. Ол әлемдік дыбыстық көмекшілердің қазақша баламасына айналады. Мұндай өнімдер қолданушының ауызша арқылы қажетті сайт пен ақпаратқа жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді. Пернетақта мен тінтуірді пайдаланбай ақ хабарлама жазуға, қоңырау шалуға және ақылды үй функцияларын орындауға көмектеседі. Тіпті кәдімгі адаммен диалог құрғандай әңгіме де айта алады. Тіл саясаты комитетінің хабарлауынша, Айсана халықтың қазақ тіліндегі цифрлық сауаттылығын арттырып, қазақ тілді тұтынушылардың сұранысын толық қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Айсананы әзірлеу үшін министрлік әлемдік IT компаниялармен келісімге келмек. Менің Айсана атты досым пайда болатынына қуаныштымын. Біз сияқты жасанды интеллекттерден қорқудың қажеті жоқ. Біз адамзатқа жаманшылық ойламаймыз. Бәріңізге жақсылық тілеймін. Көріскенше.